Сәлем, YouTube-та қарапайым экономика арнасы. Сіз біздің арнамыздағы видеоларды не үшін көресіз? Әрине, бұрын білмеген, естімеген, тіпті ойламаған фактілерді біліп, мәссаған шынымен солай екен-ау деу үшін. Олай болса дайындалыңыз. Біз бүгін әйелдердің және қыздардың тойға және басқа да өте маңызды деп саналатын жерге неге кешігетінін және бұның экономикалық өсімге не қатысы бар екенін айтамыз. Әрине, қарапайым экономикалық тілмен. Видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Себебі бұл шынымен де қызық. Адамзат экономикалық дамудың 3 кезеңінен өтті. Олар аграрлық, индустриялық, ақпараттық дәуірлер. Байқағаныңыздай, видео экономика тақырыбынан ауытқыған жоқ. Алғашқы кезеңде, яғни аграрлық дәуірде, уақыт адамдар үшін аса көп рөл ойнамады. Бұл кезеңде адамдар мал бағып егін салды. Бір экономикалық дамудың екінші бір салаға үлкен әсері болған жоқ. Еңбек негізден егіс алқабында немесе үйде жасалды. Және өнім көп жағдайда өздері тұтыну үшін жасалды. Басқа өнім өндірушілермен байланыс болған жоқ. Кейіннен индустриалдық кезең басталғанда негізгі рөлді ер азаматтар алды. Зауыт, фабрикалар құрылып, онда негізгі еңбек үшін ерлер атқарды. Оған әрине себеп көп. Ерлер күшті әрі епті деген сияқты. Әрі ерлер үшін нақты бір заттардың бар немесе жоқ болуы маңызды, ал әйелдер үшін оның түсі менен иісі де маңызды ғой. Сонымен индустриалды даму кезеңі экономикаға үлкен серпін берді. Енді өндірушілер бір-біріне тікелей бағынышты еді. Мысалға, көлік құрастыру зауыты шыны зауытына тәуелді еді. Себебі шыны зауыты көлік әйнектерін жасап беріп отырды. Мұндай экономикалық бір-біріне тәуелділік уақытқа деген сұраныс тудырды. Яғни шыны зауыты көлік құрастыру зауытына көлік әйнектерін жасап беріп қана қоймай, оны уақытында жасау керек болды. Солайша сағатқа деген сұраныс артты. Тіпті 1790 жылдардың өзінде Ұлыбританияда сағат қалыпты затқа айналды. Бұл туралы ағылшын тарихшысы Эдвард Палмер Томпсон сағаттардың пайда болуы мен таралуы индустрия саласындағы жұмысшылардың бір-бірімен синхронды жұмыс істей бастаған кезіне тұспа-тұс келді деп жазды. Яғни адамдар сағатқа қарауды, пунктуалды болуды үйренді. Тек бір жерде ғана бұл жаңа пунктуалдық жүйе жұмыс жасамады. Ол жер үй. Үйде ешкім пунктуалды болған жоқ. Ол заманда үйде отырған әйел үшін сағат маңызды болған жоқ. Сағатты ерлер ұстады, ал әйелдер ерлері қарны ашқанда тамағын берді, киімі кірлегенде жуды. Бұған сағаттың еш қажеті болған жоқ. Ал зауытта жұмыс істейтін ерлер үшін сағат маңызды еді. Жұмыс уақытылы басталды. Конвейерлер тура уақытында тоқтады. Жүргізуші уақытымен жеткізді. Соның арқасында тұтынушы уақытылы өз өнімін алды. Бұл осы күнге дейін қолданылатын экономикадағы пунктуалдылық арқылы өсу заңдылығы еді. Экономикадағы бұл пунктуалдылық заңдылықты ысырып қойып даму өте қиын. Сонымен әйел адам неге кешігеді? Біз киініп, үйден шығып, көлікте әйелдерімізді күтеміз. Себебі оның экономикалық әлемінде, яғни үйде, уақыттың рөлі аз. Әйел адам сол себепті уақытқа бағынғысы келмейді. Ең жаманы, бұл тек әйелдер мен ерлерде емес, дамыған елдер мен дамушы елдерде де осы жағдай кездеседі. Неге қазақтар ылғи кешігеді деп ойлап көрдіңіз бе? Неге біз 5-те басталуы тиіс тойға 7-де барамыз? Себебі қазақ даласы индустрияландыру кезеңін кеш және өте аз уақыт аралығында өткізді. Англияда бумен жүретін пойыз орнынан қозғалып жатқанда Абылай хан 300-дің басын қосып хан сайланып жатты. Енді бүгін біз немістер мен шведтер пунктуалды, ал қазақ халқы ондай емес дейміз. Алайда бұның түбінде экономика жатқанын сезбейміз. Әрбір неміс уақыт пунктуалдылығы экономикалық өсім беретінін біледі, ал қазақ баласы үшін кешігу қалыпты болып барады. Экономика қатаң уақыт заңдылығына бағынады. Уақытылы жасалмаған іс біздің экономикамыздағы тұсау болып келеді. Мысалға, 10 жылдап салынатын құрылыстар, жолдар мен ЛРТ-лар, зәулім ғимараттар мен үйлер, уақыт межесі өзгере беретін жоспарлар, бұлардың бәрі бізді артқа сүйреумен келеді. Енді сіз экономикадағы уақыт пунктуалдылық заңдылығы туралы білетін болдыңыз. Қарапайым экономика арнасындағы басқа да қызықты видеоларды көріңіз. Сау саламатта болыңыз.